Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде сіздермен бірге сұхбаттасу айдары. Бізде бүгін қонақта Қазақстан Республикасының үздік педагогы, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген ұстазы Алия Атчанқызы. Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсіз. Сіздің түсінігіңізше құқықтық сауаттылық деген не және оның оқушыларға қандай маңызы бар? Біздің мемлекетіміз құқықтық мемлекет болып табылады. Құқықтық мемлекет болғаннан кейін оған басымдылық беріледі. Басымдылық бірінші заңды білу, заңның басымдылығы және құқыққа басымдылық беріледі. Барлық өркениетті елдердің барлығы да құқықтық мемлекет болуға талпынады. Енді оқушыға қандай оның жағдайы? Оқушы болғаннан кейін, әрбір бала болғаннан кейін, өзінің мемлекеті құқықтық мемлекет болғаннан кейін, олар заңдарды білуге тиіс. Ол әрбір баланың да өзінің құқығы бар. Сосын оқушының құқығы бар, ата-ананың, үлкен адамдардың бәрінің құқығы бар. Сол құқықты білуге тиіс. Мысалға айтады, әрбір адам туған бойдан, туа біткеннен сразу оның құқығы қалыптасады, құқық бірге беріледі. Ол құқық өлген кезде бірге, өзімен бірге кетеді деп айтылады. Сондықтан барлық адам өз құқықты білу керек. Құқықтық сауаттылық қалыптасуды қай жастан бастаған дұрыс деп ойлайсыз? Құқықтық сауаттылық жалпы мектеп көлемінде ол 9 сыныптан, яғни бала 16-ға келгенде бастап оқытылады. Бірақ ол дұрыс емес. Өйткені құқықтық сауаттылық 14 жастан басталуы керек деп есептеймін. Өйткені оған дейін 14 жасқа дейінгі барлық баланың қандай қылмыстық теріс қылық жасаса да, келген теріс қылыққа, әкімшілік қылмыстық құқық бұзушылық болған жағдайдың барлығында оның ата-анасы жауап береді. Ал енді үлкен қылмыстық құқық бұзушылық болған жағдайда 14 жастан бастап баланың өзі жауап береді. Сондықтан біз баланың басына, миына сіңіре беруіміз керек. 14 жастан бастап ол өзінің құқықтық сауаттылыққа түгелде ие болу керек деп есептеймін. Сіздің ойыңызша құқықтық сауатты азамат модулі қандай болу керек? Құқықтық сауаттылық барлық адам құқық сауаттылық болу керек, құқықтық сауатты болу керек. Құқық сауаттылықта мойындаған адамда оны құқық мәдениеті деп атайды. Яғни барлық адам құқықтық мәдениетті болуға тиіс. Егер де құқықтық мәдениетті болатын болса, біздің мына өркениетіміз, онда мамыражай, ешқандай құқық бұзылмаған, заң бұзылмаған, сондай біз жақсы кезеңде өмір сүреміз. Соны біз құқықтық мәдениет деп атаймыз. Яғни бұл заңдылық мәліғда орнына қойылған, заңды орын алған құқықтық мәдениет деп атайды. Құқықтық мәдениет деп отырғанымыз, құқықтық мәдениет егерген, өзінің жауапкершілігі бар, қоғамда өзін дұрыс ұстайтын азамат, құқықтық мәдениетті адам деп айтылады. Сол құқықтық модель деп айтылған осы сіздің сұрағыңыз. Сіздің ойыңызша оқушылардың құқықтық сауаттылығы буллингтің алдын алуда қаншалықты маңызды рөл атқарады? Әрине дұрыс. Қаншалықты маңызды рөл атқарады? Ол үлкен рөл атқарады. Өйткені құқықты білетін адам, яғни ол заңды білетін адам, өзінің баптарын білетін адам. Ондай адам, ол құқықтық мәдениетті адам деп айтылады. Ондай адам еш уақытта құқықты бұзбайды. Мына қоғамда құқық бұзушылық болып жатады, қылмыстық істер болып жатады, қылмыстық теріс қылықтар болып жатады. Солардың барлығы да түп сайып келгенде ар жағында құқықты білмегеннен, сол құқықты түсінбегеннен. Мінекей ол құқықты түсініп, құқықтық мәдениетті, яғни заңды білген адам сол құқықты бұзбаған болар еді. Ол яғни дұрыс салиқалы, салауатты адам деп есептелінеді, заң бұзбайтын адамды. Жақсы апай, бізге берген сұхбатыңыз үшін рахмет.